Бет сүйектері краниум висцерале жұп және тақ сүйектерінің жиынтығынан тұрады. Негізгі қызметі көз шарасын, мұрын қуысын, ауыз қуысын, самай асты шұңқырын және қанат таңдай шұңқырын құрауға қатысу болып табылады. Бірінші жұп сүйектерге тоқталатын болсақ, ең біріншісі ол бізде жоғарғы жақ сүйегі, яғни ос максилля деп аталады. Оның 4 беті, 4 өсіндісі ажыратылады. Бірінші өсіндісі жоғарғы және үшкір келген, маңдайлық өсіндісі процесс фронталис. Бет сүйектегі өсіндісі процесс зигоматикус, ұяшықтық өсіндісі процесс альвеолярис және таңдайлық өсіндісі процесс паллиативустан тұратын болып табылады. 4 беті ажыратылады. Біріншісі алдыңғы беті фацес антериор, көздік беті фацес орбиталис, мұрындық беті фацес назалис және төменгі самайлық беті фацес инфратемпоралис болып табылады. Алдыңғы бетінен тоқталсақ, ол бізде осы жоғарғы көзиялық бөлігінен көздің төменгі жиегі маргу инфраорбиталис арқылы бөлінген болып табылады. Осы жиектің төменгі бөлігінде оның көз асты тесігі форамин инфраорбиталис орналасқан. Ол жерден аттас артерия өтетін болып табылады. Сонымен қатар осы алдыңғы бетінде бізде мұрынның тілігі орналасқан, яғни инцизура назалис. Инцизура назалистің алдыңғы бөлігінде медиалды бағытта мұрын қылқаны, яғни спина назалис орналасқан болып табылады. Көз асты тесігінің, яғни форамин инфраорбиталинің астыңғы бөлігінде бізде ит-тістік шұңқыры фосса канина орналасқан болып табылады. Осы алдыңғы бетінде оның осы ұяшықтық өсіндісі орналасқан, яғни процессус альвеолярис. Процессус альвеолярис бізде ол жерде тістер орналасатын болып табылады. Сондықтан бұл жерде тістік шұңқырлар форамин альвеолярис орналасқан. Екі шұңқырдың арасындағы қалқа бізде ұяшықтық қалқа деп аталады, яғни септа интеральвеолярис деп аталады. Сонымен қатар оның сыртқы бөлігінде осы тістердің орналасуына байланысты осы сыртқы ұяшықтық көтеріңкілер пайда болған, яғни олар юга альвеолярис деп аталады. Келесі көздік беті фацес орбиталис деп аталады. Бұл жерде көздің астыңғы жүлгесі, яғни сулькус инфраорбиталис орналасқан. Сонымен қатар оның медиалды бөлігінде осы көз жасының тілігі инцизура лакрималис орналасады. Келесі мұрындық беті фацес назалис деп аталады. Оның едәуір көп бөлігін осы жоғарғы жақ сүйектің қойнауы, яғни синус максиллярис деп аталады. Қойнауға кіретін тесікті бізде жоғарғы жақ сүйектің саңылауы хиатус максиллярис деп атаймыз. Сонымен қатар осы мұрындық бөлігін көздік бөлігімен байланыстыратын көз жас жүлгесі каналис назолакрималис орналасқан. Келесі самай астық беті, яғни фацес инфратемпоралис. Бұл жерде оның төмпесі орналасқан, тубер максиллярис. Сонымен қатар осы тубер максилляриsin жоғарғы бөлігінде үлкен азотистік тесік форамин альвеоляри орналасқан. Олардың саны 3 болып табылады. Осы самай астық беті самай асты шұңқырын және қанат таңдай шұңқырын құрауға қатысады. Келесі таңдайлы өсіндісі. Таңдайлы өсіндісі бізде процесс паллиативус деп аталады. Ол осы медиалды бағытта орналаса отырып, осы жерден мұрынның қырқасын түзеді, яғни криста назалис деп аталады. Криста назалис алдыға қарай жүре отырып, осы мұрынның қылқанымен спина назалиспен аяқталатын болып табылады. Төменгі жақ сүйек, мандибуля, тақ және қозғалмалы сүйектердің қатарына жатады. Оның денесі корпус мандибуля және тармағы рамус мандибуля ажыратылады. Денесінің өзі 2 бөліктен тұрады. Бірінші ұяшықты бөлігі парс альвеолярис және негізі базис мандибулядан тұрады. Осы денесі мен тармағының арасында бізде қиғаш сызық жүргізіледі, ол линия облеква деп аталады. Негізінің сыртқы бетінде шығыңқы келген бөлігі, яғни ектік төмпешік протуберенция менталис орналасқан. Осы протуберенцияның жанында бізде ектік тесік орналасқан. Ектік тесік форамин менталия деп аталады. Бұл жерден қан тамырлар мен нервтер шығатын болып табылады. Осы төменгі жақ сүйектің тармағы мен денесінің біріккен жерінде төменгі жақ сүйектің бұрышы ангулус мандибуля түзілетін болып табылады. Осы ангулус мандибуляның жоғарғы бөлігінде шайна бұлшықеті келіп бекитін бұдыр тубероидус масотерика орналасқан болып табылады. Денесінің ұяшықты бөлігі парс альвеолярис. Бұл жерде бізде тістер келіп орналасады. Сол үшін бізде тістік шұңқырлар фовей альвеолярис орналасқан. Екі тістік шұңқырдың арасындағы қалқа бізде септа интеральвеоляри, яғни ұяшық аралық қалқа деп аталады. Келесі төменгі жақ сүйектің тармағы. Төменгі жақ сүйектің тармағы рамус мандибуля деп аталады. Ол 2 өсіндіден тұрады.
Біріншісі тәждік өсінді процессус коронадеус. Бұл өсіндіге самай бұлшықеті келіп бекитін болып табылады. Келесі өсіндісі айдаршықты өсінді процессус кондулярис деп аталады. Оның 3 бөлігі бар. Бірінші басы капут мандибуля, мойны колло мандибуля және басы мен мойнының арасындағы қанаттық шұңқыр фовея птероидея орналасқан. Айдаршықты өсіндісі шықшыт буынын түзуге қатысады. Айдаршықты өсінді мен тәждік өсіндінің арасындағы тілік, төменгі жақ сүйектік тілік инцизура мандибулярия деп аталады. Төменгі жақ сүйектің ішкі бетіне қарасақ, бұл жерде бірінші көретін ол қос қаншалы бұлшықеттің шұңқыры, фосса дигастрика. Осы шұңқырдың жоғарғы бөлігінде біз екті қылқанды көре аламыз. Жоғарғы екті қылқан спина менталис superior, төменгі екті қылқан спина менталис inferior. Бұл қылқандардан ектіл асты және иек асты бұлшықтері бастау алады. Осы қылқанның жоғарғы бөлігінде осы төменгі жақ сүйектің денесінен тармағына қарай осындай сызық жүргізіледі. Бұл сызық төменгі жақ сүйек тіл асты сызығы, яғни линия мелохейдеус деп аталады. Бұл сызық осы төменгі жақ сүйектің ішкі бетін екі шұңқырға бөледі. Біріншісі тіл асты шұңқыры фосса сублингвалис, екіншісі жақ сүйек асты шұңқыры фосса субмандибулярис. Бұл екі шұңқырда аттас бездер орналасатын болып табылады. Сонымен қатар осы тармағының ішкі бетінде біз осындай шұңқырды көре аламыз. Бұл шұңқыр форамен мандибуля, яғни төменгі жақ сүйектің тесігі. Бұл тесіктен бізде қан тамырлар мен нервтер өтетін болып табылады. Сонымен қатар бұл тесік әрі қарай өзінің өзегіне, яғни каналис мандибуляға жалғасатын болып табылады. Төменгі жақ сүйектің бұрышының ішкі бетінде қанаттық бұдыр орналасады, ол тубероидсыз птероидея деп аталады. Келесі бізде бет сүйегі ос зигоматикум деп аталады. Ол да бет сүйектерін түзуге қатысатын жұп сүйектің қатарында. Оның 3 беті, 2 өсіндісі бар. Бірінші беті латералды беті фацис латералис, көздік беті фацис орбиталис және самайлық беті фацис темпоралистен тұрады. 2 өсіндісі, біріншісі маңдайлы өсіндісі процессус фронталис және самайлы өсіндісі процессус темпоралистен тұрады. Әрбір бетінде өзіндік беттік тесігі орналасқан беттік тесік форамен зигоматикум деп аталады. Мысалға, бірінші латералды беті, яғни фацис латералисте орналасқан тесік бет сүйектік бет тесігі, яғни форамен зигоматика фациали деп аталады. Келесі көздік беті фацис орбиталис деп аталады. Бұл жердегі тесік форамен зигоматика орбитали, яғни бет сүйек көз ұялық тесігі деп аталады. Келесі самайлық беті фацис темпоралис. Бұл жердегі тесіктің атауы форамен зигоматика темпорали, яғни бет сүйектік самайлық тесігі болып табылады. Таңдай сүйегі ос паллиативум деп аталады, жұп сүйектерінің қатарына жатады. Оның 2 табақшасы ажыратылады. Біріншісі горизонталды табақшасы ламина горизонталис және перпендикулярлы табақшасы ламина перпендикуляристен тұрады. Горизонталды табақшасы қатты таңдайдың артқы бөлігін құрайды, сонымен қатар оның ортаңғы бөлігінде мұрындық қырқа криста назалис орналасқан. Ол артқа қарай келіп сүйірлене мұрынның артқы қылқаны спина назалис постериорды құрайтын болып табылады. Сонымен қатар осы горизонталды өсіндісі мен перпендикулярлы өсіндінің қосылған жерінде пирамида тәрізді өсіндісі орналасқан. Ол процессус пирамидалис деп аталады. Перпендикулярлы табақшасы сыртқы бетінде 2 өсіндісі ажыратылады. Біріншісі көздік өсіндісі процессус орбиталис, екіншісі сына тәрізді өсіндісі процессус феноидалистен тұратын болып табылады. Ішкі бетінде, яғни медиалды бөлігінде 2 қырқасы ажыратылады. Біріншісі мұрынның төменгі кеуелі жыры келіп бекетін кеуелі жырлы қырқа криста конхалистен тұратын болса, екіншісі жоғары қарай орналасқан мұрынның жоғарғы кеуелі жыры келіп бекетін торлы қырқа криста этмоидалистен тұратын болып табылады. Көздік өсінді мен сына сүйектік өсіндінің арасында орналасқан тілік сына таңдай тілігі инцизура сфенопаллиатина деп аталады. Келесі мұрын қуысын 2-ке бөліп тұратын желбезек сүйегі вомер деп аталады. Ол осындай табақша тәріздес жалпақ сүйектердің қатарына жатады. Оның қанаты орналасқан, ол аля вомерис деп аталады. Келесі тіл асты сүйегі, яғни тақ сүйектердің қатарына жатады. Оның дамуы осы бет сүйектеріне ұқсас болғандықтан бет сүйектерінің қатарына жатқызады. Оның денесі корпус хеидиум және 2 мүйізі, кіші мүйізі корнум минус және үлкен мүйізі корнум майнустан тұрады.